Діннің айтатын не? Мына өмір жалған, ешкімнен ештеңе сұрама, ештеңе дүниенің соңына түспе, ізденме, бұл дүние жалған. О дүниеде осы сенің тілегеніңнің барлығы да сол жерде бар дейді. Енді қараңыз, сол Мырзатаймен қатар жүрген уағызшылар 50 миллион теңгенің жібін тебеді. Бір-біріне сыйлап атқан анау интернет желісінде видеолар жүр ғой. 100 миллион теңгенің коттедждерінде тұрады. Бұл қалай? Халыққа сен дүние іздеме дейді, өздері байлыққа малынып отыр. Қалай ол? Ісіменен сөз басқа болып тұр ғой. Халыққа үйрететіндер басқа, өздерін істеп жүргендер совсем басқа. Бұл діннен ақшаны ажырату керек. Діннен ақша ажыраған кезде мешітте тегін ешкім отырмайды. Мәселе осында. Кім тегін жұмыс жасайды? Ешкім жасамайды. Бұл садақа бар, пітірі бар, басқалары бар. Қараңыздаршы, мысалы қоғамда бір бай пайда болдық дейік, бір азамат пайда болды дейік, соны кәдімгідей жоспарлы түрде соны дінге кіргізу мәселесі кәдімгідей қолға алынады. Спортшыларды алыңыз, әртістерді алыңыз, басқаны алыңыз. Сіз өзіңіз ойлаңыз, бір әншіні дінге жығу арқылы ол оның артынан ерген миллиондарды әкеледі. Көрдіңіз бе? Ал миллиондармен алысқан оңай ма? Жоқ, бір адамды дінге кіргізген, 10 молданың жабылып жүріп байланысып, бір әншінді дінге кіргізгені оңай ма? Олар да оңай жолын таңдайды ғой. Көрдіңіз бе? Соның кейін бір жерде көп ақша бар. Бұл мен ойлаймын, құзырлы органдар, зайырлы мемлекеттің, Қазақстанның, біздің КМБ болсын, прокуратура болсын, басқа болсын, діндегі кірісті анықтау керек. Ақша қайдан келіп жатыр? Сіз қараңыз, қарапайым уағызшыға 50 миллион теңгенің жібі мінгізеді. 50 миллион теңге деген сөз, ол 5 миллионнан болғанда 10 адамның қажылығының ақшасы. Ал бұлар сол уағызды айту арқылы мыңдаған қазақты сол саудиттардың клиенті жасап отыр, тұтынушысы ретінде. Ла илаха илlallah, шаду ва ла илалла Мұхаммад расулулла деп айтпаған адамның деген жоқ, адамзаттың бәрі тозаққа кетеді. Бәрі адам тыңдап отыр. Шыдай алмай тұрып кетті, мен ондайға шыдай алмаймын. Не деп отырсың дедім, не деп үріп отырсың дедім, жаңа иман болса да. Жер бетінде 8 миллиард халық бар дедім. Оның 1 миллиард мұсылманмын деп жүрген ағаларының өзінің алаяқтығын көріп отырмыз, мына Қазақстанның өзінде дедім. Алаяқтығын көріп отырмыз ғой дедім, қажыға барып келген адамдардың дедім. Сен 1 миллиардтың ішінде дедім. Сен 7 миллиард халықты, оның ішінде самолет шығарған бар, сотканы шығарған бар, холодильникті жаңағы айтқан шығарған бар, кондиционерді шығарған бар, бала шағамызға велосипед шығарып берген адам бар. Үйдің үстіне шифрды үйлеп тапқан адам бар. Сен солардың бәрі мұсылман емес, солардың бәрін тозаққа жіберіп, өзің жәннатта кальян шегіп отырады. Кімсің? Шарап жеп, нұрдың қызының санын сипап жатады. Сен кімсің? Дедім имам. Сөйтіп отырған 1-2 шал намаз оқымайды, күліп жіберді ана жерде. Ана айтып отырған жаңағыдай шахадат атпаған адамның бәрі адам демейді, адамзаттың бәрі тозаққа кетеді. Мынау ұят қой. Имам, бір ауылдың имамы салмады. Ұят жоқ.